Шәуәл айы. Бірер уақыт бұрын ораза айын асыға күтіп, сол айға аман-есен жетсем екен деп жүрген едік. Енді міне, Рамазанды да тәмамдап, оның артынша келетін Шәуәл айына да қадам басқалы отырмыз. Рамазанда сауап жинап үлгерген жан үлгерді, оның сауабын ақыретте Алладан күтеміз. Ал Рамазанға немқұрайлы қараған жан ұтылды, ақыретте ол оны орны толмас өкініш күйде табады. Рамазан оразасы өзін тұтқан адам үшін куәлік бергені сияқты, немқұрайлылық танытқан пенде үшін де қарсы куәлік етері сөзсіз. Рамазанды бос өткізіп алдың ба? Құлшылық айындағы құлшынысың баяу болды ма? Құдайдан үмітіңді үзбе, бауырым. Бәрінің де орнын толықтыруға болады. Сен Шәуәл айына қадам басқалы тұрсың. Рамазаннан кейін 10 рет көрінетін ай Шәуәл айы. Шәуәл. Ғасырлар бойы бабаларымызбен бірге жасап келе жатқан ай. Шәуәл Рамазанның біткендігін білдірген ай. Айт мейрамының келгенін айтып, сүйіншілеген ай. 6 күндік оразасымен Рамазанды толықтырған ай. Құлшылық етсем деушіге зор мүмкіндік болып тұрған ай. Түнделетіп жортушыға бағыт болған ай. Қараңғы түнек кездерде жарық болған ай. Бұл Шәуәл айы. Шәуәл айы Рамазанда жіберіп алған кемшіліктеріміздің орнын толтыру үшін таптырмайтын мүмкіндік. Міне, сол мүмкіндік есігімізді қағып тұр. Бұл қандай ай? Ол айда қандай құлшылықтар жасауға болады? Қандай артықшылықтары бар? Осы және өзге де пайдалы мәліметтерді өздеріңізге ұсынамыз. Құлшылықтың біз елей бермейтін қырлары көп. Жаратушымызға тағы да бір табан жақындау мүмкіндігі сіз бен бізге туып отыр. Шәуәлдағы өзге де құлшылықтар. Шәуәл айы Рамазаннан кейін келетін ай болғандықтан, бұл айда өткен оразадағы кемшіліктердің орны толықтырылады. Бұхари мен Муслимнің сахих жинақтарында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уә сәлләм Рамазан айының соңғы 10 күнінде жасай алмаған ихтикаф құлшылығының орнын Шәуәл айында толықтырғандығы айтылады. Мұнымен қоса, үзірлі себептермен ұсталмай қалған ораза күндерін дәл осы Шәуәл айында толықтырған жөн дейді ғалымдар. Рамазандағы ораза 10 ай ораза тұтқанмен тең және Шәуалдың 6 күнде ораза тұту 2 ай ораза тұтқанмен тең. Осылайша бұл жыл бойына ораза тұтқанмен бірдей болады. Сунан Насаи. Алайда бұл 6 күнді Шәуәлдің ортасында, я болмаса соңында дүйсенбі, бейсенбі күндері арасына күн салып ұстаса да рұқсат етіледі. Сонымен бірге үзірлі себептермен оразасын ұстай алмай қалған адам қаза күндерінің орнында осы Шәуәл айында толықтырып алуға мүмкіндігі бар. Алдымен Рамазан айының қазасын өтеп, кейін Шәуәл айындағы нәпіл оразаны ұстайды. Бұл ораза сауабының бір жылға пара-пар келуін былайша түсінуге болады. Алла тағала Құран кәрімде, кім бір жақсылық жасаса, оған оның 10 есе қарымы беріледі деген. Ғалымдар Шәуәл айындағы 6 күн оразаның бір жылдық сауабын осы аятпен байланыстырады. Рамазан айындағы 30 күн мен Шәуәл айындағы 6 күн қосылғанда 36 күн болады. Бұл сан 10 есеге көбейтілсе 360 күнді құрайды. Бір жылдың қалған 5 күні ораза ұстауға болмайтын Рамазан айтының алғашқы күні мен Құрбан айттың 4 күні. Оразаның әрбір күні 10 есе молайса, онда 36 күндік оразада бір жыл ауыз бекітудің сауабы бар деген сөз. Міне, бұл да жаратушы иеміздің бізге деген шексіз мейірімі. Шәуәл айының оразаның ерекшелігі. Бірінші, Ханафи мәзһабы бойынша Шәуәл айының оразасын Рамазан айының қазасын өтемес бұрын ұстауға рұқсат етілген. Әйелдер, сапардағылар мен Рамазан айында сырқаттанып я болмаса белгілі себептермен әрі себепсіз оразасын қаза қылғандар Рамазандағы қарыз оразаны келесі Рамазанға дейін міндетті түрде өтеу шартымен Шәуәл айында ораза тұта алады. Екінші, Шәуәл айының оразасы нәпіл ораза болып табылады. Яғни, мұны ұстау ешкімге міндет емес, адамның өз ықтиярында. Дегенмен, мұны ұстамаған жан жоғарыда келтірген пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уә сәлләм хадисіндегі бір жылдық оразаның сауабынан қорғалады. Үшінші, Шәуәл айының нәпіл оразасы тек Шәуәл айында ғана ұсталады. Және оны айт күннің екінші күннен бастап ұстаса болады. Төртінші, Шәуәл айының нәпіл оразасын арасын үзбей қатарынан, сонымен қатар арасын үзіп бөлек-бөлек күндерде де ұстауға болады. Бесінші, Рамазан айында түрлі себептермен кей күндерін қаза етіп алған кісілер Шәуәл айында әуелі Рамазанның қазасын өтеуіне де, сонымен бірге Шәуәлдің 6 күндік нәпілін ұстаса да болады. Дегенмен Рамазан оразасын толығымен ұстау Алла тағаланың бұйрығы екенін ескерген жөн. Ал Шәуәл айында 6 күн ораза тұту пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уә сәлләм сүннеті болғандықтан алдымен оразаның қазасын өтеу абзал. Алтыншы, Рамазан оразасын ұстамаған адамдарға да Шәуәл оразасын ұстауына болады. Алайда олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уә сәлләм сүйіншілеген бір жылдық оразаның сауабын ала алмайды. Себебі Рамазан оразасы парыз. Оны ұстамау үлкен күнә.
7. Шәувал оразасы да Рамазан оразасы секілді таң намазына 10 минут қалғанда ауыз бекітіледі, басталып, шам намазына дейін жалғасады. 8. Шәувал айының 6 күндік оразасын әр аптада 2 күнге бөліп, әсіресе аптаның дүйсенбі және бейсенбі күндері ұстаса, нұр үстіне нұр. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм дүйсенбі күні мен бейсенбі күні апталық істеген істер Аллаға ұсынылады. Менің істерім Аллаға көтерілерде аузымның берік болғанын ұнатамын, деді Тирмизи. Таң намазы ауыз бекітер уақыттың басталуы. Бұл деген сөз сәресі ішуді және оразаны бұзатын амалдарды, ерлі-зайыптыларға жыныстық қатынасты, тіс тазалау барысында тіс пастасы жұтып қою, тағы басқа тоқтату қажет деген сөз. Рамазан айындағы оразаны бұзатын амалдардың барлығы да кез келген оразаны да бұзады. Ақшам намазының уақыты, ауыз ашатын уақыт. Күн ұясына бата салысымен мұсылман адам оразада тыйым салынған амалдарды жасауына болады. Мұншалықты мол сауаптың берілуіне не себеп және неліктен дәл осы Шәувал айы ерекше аталған? Исламның өзегі бағынуда, мойынсұнуда. Исламның мән мағынасы адамның бағыну, мойынсыну арқылы Алланың есендігіне қол жеткізуінде. Күніге 16-18 сағаттан 29-30 күн ораза тұтқаннан кейін қосымша 6 күн ораза тұту шын мәнінде сіздің құдіреті күшті Аллаға деген бойсұнушылығыңызды және адалдығыңызды көрсетеді. Бұл адамның жанкештілігі мен ерлігін, иман дәрежесін сынағандай-ақ. Тіпті Аллаға жақын мен одан бетер жақынның арасын айыратын бір белгі іспеттес және Алланы шынайы сүйетіндер ғана бұл сынақтан өтеді. Расында қандай да бір бостықтың орнын толтырып, кемшіліктерін түзейтін амалдар көп. Мысалы, умра кезінде Қағбаны тәуап еткеннен кейін 2 рәкағат намаз оқылуы керек. Сол сияқты сағиден, умра кезінде атқарылатын амал Сафа мен Маруа арасын ары-бері жүріп өту, кейінде қосымша 2 рәкағат намаз оқу абзал делінеді. Мұсылманды қаржылай, нәпіл садақа беруге құлшындырған хадистер де өте көп. Алланың елшісі саллаллаху алейхи уәсәләм саудагерлерге ісі жүру үшін ерікті садақа, өтем төлеуді бұйырған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм жиындар мен басқосулар аяқталуға тақағанда көп мәрте кешірім тілейтін болған. Осы және бұдан басқа көптеген амалдар толық аяқталған мен аяқталмағанның арасындағы бостықты толтыратын, яки жалғайтын, бекітетін зат тәріздес. Шәувал айы дұғасы. Шәувал оразасының ниет еттім Алла ризалығы үшін, Шәувал айындағы нәпіл оразаның 1-ші күнін, 2-ші не 3-ші күнін ұстамаққа. Харисали ләхи тағала. Шәувал айында ораза ұстайтын кісі күнделікті намаз кестесін негізге алады. Дәлірек айтқанда, таң намазы кірген уақыт, ауыз бекіту уақыты болмақ. Сол уақытқа дейін сәресі ішіліп болуы керек. Ал ақшам намазының кірген уақыты, ауыз ашар уақытының кіргенін білдіреді. Шәувал айының оразасын бірінші ұстаймыз ба, әлде Рамазан айының қарыздарын өтейміз бе? Рамазан айында қазасы бар адамдар әуелі Рамазанның парыз етілген оразасын өтеп, одан кейін Шәувал айының оразасын тұтады. Себебі хадисте Рамазанның оразасынан кейін деп тұр. Ал қазасы бар адамдар үшін Рамазанның оразасы әлі бітпеген болып есептеледі деген ғалымдар. Егер де парыз бен сүннет қатар тұрса, міндетті түрде парызды бірінші орындаймыз, себебі адам алдымен парыздан сұралады және ең алдымен парыз амалдармен Аллаға жақындайды, сүйіктісіне айналады. Нәпіл құлшылықты орындамаған үшін күнә жоқ. Алайда, егер сіздің қарызыңыз көп болып, немесе басқа да маңызды себептермен Шәувал айының оразасын ұстай алмай қалу қаупі болса, алдымен 6 күндік оразаны ұстағаныңыз абзал деген ғалымдар. Яғни сізде маңызды себеп болуы керек. Ал Рамазанның қарыз күндерін басқа айларда өтейтін боласыз. Өйткені Шәувал айы қайта келмейді, әрі бар болғаны 30 күнге созылады. Әрі 6 күн оразамен 1 жылдық сауапқа кенелу расымен де үлкен мүмкіндік. Шәувалдың 1-ші күні, айт мейрамы. 12 айдың ішінде алғашқы күні мейраммен басталатын Шәувалдан өзге ай жоқ. Шәувал айы ғана мейраммен басталады. Ол ораза айт мейрамы. Оразадан кейінгі бұл айт мейрамы қуанышпен келетін болғандықтан, айтпен басталатын Шәувал айы да мұсылмандар үшін қуаныш сыйлайды. Жас демей, кәрі демей, барлығы бір-бірін айт мейраммен құттықтайды. Міне, осы шаттықтардың бәрі Шәувал айының тууымен басталады. Рамазан айымен қимай қоштасқан мұсылмандар Шәувал айын қуанышпен қарсы алады.